салып кеткен сара жолдан алыстаған жоқ. Ол кісі де Абайды тануға ұмтылды. Мұрат Әуезов те, Мұхтар Әуезов сияқты бір интервьюларында, жаңағы сұхбаттарында, басқа бір телеарнаға берген хабарларда ол кісі айтады, журналистердің қойған сұрағына жауап береді. Журналист: Абайды танып болдық па, сіз қалай ойлайсыз деп сұрақ қойыпты Мұрат Әуезовтен. Ол кісі: біз Абайды әлі танып болған жоқпыз. Біз Абайды менің әкем Мұхтар Әуезовтің деңгейіне жетіп таныса, қазақ әлдеқайда өркениетті мемлекеттердің сапында болатын еді. Абайдың, өзіңіз білесіз, осыдан бір жыл бұрын 175 жылдығы ел көлемінде атап өтілді. Әсіресе бұл ретте Мұхтар Әуезов пен оның баласы Мұрат Әуезовтің шығармалары кеңінен насихатталды. Кітапханаларда шолулар жасалып, оқушылар мектептерде шығармаларын жатқа оқыды дегендей. Ал жаңа айтып отырсыз ғой, сөзіңізді жалғастырып кетсеңіз, Мұхтар Әуезовтің Абай тануға қосқан үлесі қандай? Айтып берсін деген. Сіз енді тарихшысыз, жалпы өрендерді, жастарды осы Абай тануға, Мұхтарды, Мұратты тану бағытында қандай шаралар атқарылса деп ойлайсыз? Бұл шаралардың, яғни Мұхтар Әуезовтің жаңағы баласы Мұраттың Әуезовтің, яғни еңбектерін тану үшін біздің бұл мемлекетімізде әлемдік деңгейге дейін жететіндей қылып, яғни өткізіп, жастарға нәр беретін, жастарға сусын тартатын, әлемге танымал